Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз балабақшаға арналған, ашық сабаққа арналған жаңа әдіс-тәсілге қолданылатын көрнекіліктің түрін жасап үйренетін боламыз. Бұл жол бала өзіне керекті мезгілдерді атауын атап, соны басатын болады. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ол үшін 2 метр сері түсті фетрді аламыз. Бір тегіс етіп қиып жайып аламыз. Және әртүрлі түсті A3 форматта жұқа фетрді алатын боламыз. Оны 2-ге бөліп, осылай 3 қатар тізіп, өзімізге керек түстерді бірінен соң бірін қойып алатын боламыз. Міне осылай қойып алдық. Енді соның әрқайсынан 3 түрлі 4 бүрішті, 3 бүрішті дөңгелек фигураларды қиып алып, араластырып, орналастырып қойып аламыз. Және оны ыстық клеймен жақсылап жабыстырып тастаймыз. Енді бетіне фетрдан сурет саламыз. Мысалы, көктемнің бейнесін, қыстың бейнесін, осылай күздің, жаздың бейнесін әр фигураға өзімізге керекті белгілерді салып алатын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі көрнекілік дайын болады.